Жүсіп баласағаны, Жүсіп хажып баласағаны. 1020 жылы Қырғызстандағы қазіргі Тоқмок қаласы өңірінде дүниеге келген. Жалпы ақын, ойшыл, ғалым, мемлекет қайраткері. Өмірбаянына тоқталатын болсақ, өмір туралы мәліметтер аз, бірақ осы тұста жалпы Жүсіп баласағаны философия, математика, медицина, астрономия, астрология, өнертану, әдебиеттану, тіл білімі тағы басқа ғылым салаларының дамуына зор үлес қосқан. Жүсіп баласағанының есімі әлемдік әдебиет пен мәдениет тарихында құда тұғу білік, құтты білік дастан арқылы қалды. Жүсіп баласағаны бұл дастанның хижра есебімен 462 жылы, қазіргі жыл санау бойынша 1070 жылда жазып бітірген. Дастанды хандардың ханы, Қара хандар әулеті мемлекетінің 942, 1210 негізін салушы Сүлеймен Арслан ханға 908-955 жылы тарту етеді. Сол үшін хан өз жарлығымен Жүсіп баласағанға хас хажиб, бас уәзір немесе ұлы кеңесші деген лауазым берген. Дастанның бізге жеткен 3 нұсқасы бар. Біріншісі Герат қаласындағы 1439 жылы көне ұйғыр жазуымен, қазір ол Вена қаласындағы корольдік кітапханада сақталуы. Екіншісі 14 ғасырдың бірінші жартысында Египетте араб әріпімен Каирдің Кедивин кітапханасында қорында көшірілген. Ал Наманған қаласынан табылған 3-ші нұсқа 12 ғасырда араб әріпімен қағазға түсірілген. Бұл қолжазба Ташкенттегі Шығыстану институтының қорында сақтаулы тұр. Ғалымдар осы 3 көшірме нұсқасының әрқайсысына тән өзіндік ерекшеліктері жинақтай отырып, құтты білік дастанының ғылымының негізделген толық мәтінін жасап шықты. Венгер ғылымы Герман Вамбери 1832-1913 құтты біліктің бірнеше тарауын неміс тіліне аударып, 1870 жылы Инсбрук қаласында жеке кітап етіп бастырып шығарылды. Бұл шығарманы зерттеу ғылымының мәтінін дайындау және аударма жасау ісімен орыс ғалымы Владимир Радлов 1837-1918, 20 жыл бойы 1890-1910 жылдары айналысқан. Түркия ғалымдар 1942 құрбышыншы жылдары құтты біліктің 3 нұсқасында Стамбулдан 3 том кітап етіп шығарды. Құтты білік дастаны орта ғасырларда бүкіл түркі әлеміне түсінікті болған. Қарахан әулеті мемлекеті түріктерінің тілінде жазылған. Оны Каримов өзбек тіліне, Гребнев пен Исманов орыс тіліне, 1980 жылы Егубаев қазақ тіліне. Бір топ аудармашыл болып, жалпы 1986 жылы ұйғыр тіліне тәржімалған. Құтты білік дастаны белгілі бір мағынада елдегі атазаң, яғни конституция қызметін атқарған. Дастанның басты идеясы 4 принципке негізделген. Біріншісі, мемлекетті дұрыс басқару үшін қара қалды қақ жартыдай әділ заңның болуы. Автор әділдіктің символдық бейнесі ретінде күн туды патшаны көрсетеді. Екіншісі, бақ дәулет, яғни елге күт қонсын деген тілек. Бақ дәулет мәселесі патшаның уәзірі Айтолды бейнесі арқылы жырға қосылған. Енді ой өсиеті. Баласағанның жақсылық пен жамандық жайында айтқан мына бір ойын келтіре кетпеске болмайды. Егер ол мейірімділер күшті, ал қатыгездер әлсіз болса, біз ауыр ойлардан тұнжырамас едік. Егер әлемде әділдік заң болса, тағдырымыздың қатыгездігіне наразы болмас едік. Осылай деп Жүсіп баласағаны айтып кеткен екен. Жүсіп баласағаны өз заманда алуға болатын барлық білімді алуға тырысқан. Замандасы Фарабидің туындыларын оқып, оның пікірлерімен танысқан. Оның туындыларына білім, өмірдің мәні және қоғамның мәдени-рухани деңгейінің өлшемі ретінде көрсетіледі. Ойшылдың пікірінше білім мен
парасат адам мен қоғам өмірінде кездесетін зұлымдықтардың алдын алу үшін қажет. Білім адамның өз болмысын танып білуге, иманын жетілдіруге, өмірдегі өз орнын табуға және қайырымды болуға жол ашатын жарқын жол. Артында аса құнды мұралар тастап кеткен ұлы ойшыл 1077 жылы Қашқар қаласында қайтыс болып, сол жерге жерленген. Осымен Құттыбілік Жүсіп баласағұнның 1000 жылдығына арналған тематикалық ақпараттық сағатымызды аяқтаймыз. Тыңдағандарыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.